Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз кезек сабағымыз өтеміз. Жалпы мәтін туралы, корылдағы мәтін, фигуралы мәтін. Ал оны бастау үшін бізде сол корылдағы интерфейсті сол жақтағы столбта, мына жақта А деген иконка тұр. Осын бассаңыздар, өзіне F8 деген клавиатурада, клавишада бассаңыздар, перне тақтада. Сол кезде бізде текст шығады, осында А деген шығады. Соған сіздер бір рет басасыздар мышкамен сол жағымен, және текстті жаза бастайсыздар. Міне кез келген текстті. Мысалы мен қазақша келтірейін, қазақша деп жазамын. Жазған соң міндетті түрде міне мен деген инструмент выборға кіремін, оны инструмент указатель деп ала беруіңізге болады. Және мен бұрыштамадан тартамын міне. Егер де мен бұрыштамадан емес, астынан тартатын болсам, бұлай созылып кетеді. Болмаса жанынан тартсам, бұлай жалпайып кетеді. Сондықтан пропорциясын өзгертпеу үшін бұрыштан тартамыз. Кәдімгі мына қарапайым фигуралар сияқты ғой. Ал енді мына өсіп жаздыңыздар. Яғни мынандай бір төрт бұрышты пішін салайық. Кез келген. Оны бояуды білесіздер. Түстердің палитрасын апарасыздар да мышканың сол жағымен басып пішін, ал сол оң жағын бассаңыздар сырт жағы боялады. Мысалы міне сары. Енді жаңағы текст жазайық. Мына текст жазайық мысалы. 13-ші сабақ деген. Мына текст, дайын текст алайық. Мына жаққа көшірейік. Көшірді білесіздер. Мышканы алып барып, басып тұрып сол жағын бассаңыздар көшіріледі. Болмаса, оң жағын басып тұрып тартсаңыздар, скопировать сюда дейді міне. Яғни осыны алып келесіздер де қоясыздар. Бұны екі рет текст бассаңыздар, бірден бегундық шығады. Сол арқылы сіздер бөліп жазуларыңызға болады. Төмен түсіріп enter арқылы. Бұл жерде барлық текстовый документтер сияқты қиын ештеңесі жоқ. Мынаны белгілеген соң бізде мына шрифт шығады. Қандай шрифт екенін таңдайсыздар. Міне сіздерде қандай бар. Таңдаған соң мына жерде размерін жазасыздар. Жерде курсив, жирный болмаса астында сызығы бар. Және бізде байқап отсаңыздар мынандай шығады. Бұл жерде мысалы оң жақ пен сол жақпен түзету. Мынау ортасы бойынша центр. Мынау оң жағымен, мынау сол жағымен. Және бұлай ол ширинасымен дейді, созып тастау. Міне өздеріңіз байқап отқандай осыны аламыз және бұған түс береміз. Міне мышкамен боядық. Енді егер біз мынандай жасайтынымыз келсе, мысалы корылдағы мәтін дегеннің ұзындығымен 13-ші сабақ деген бірдей қылғымыз келсе, мынаны бөлуіміз керек. Яғни мынаны біз қалай аламыз? Бұлай вырезать етіп, Ctrl-X арқылы, Ctrl-V арқылы салымызға болады. Болмаса, осы текст күйінше тұрған кезде бұны бөліп тастауымызға болады. Жеке-жеке асты үстінде мына 3 қатар болса, 3 қатар жеке бөліп. Оны Ctrl-K әрпі арқылы бөлеміз. Міне, бөліп тастады. Көрдіңіздер? Енді осыны үлкейте саламыз. Міне. Алып, мына белгілейміз да, выделять етеміз да. Shift-ті басып тұрып, төртбұрышты белгілесек, барлық белгіледі. Болмаса, бұлай белгілей саламыз да, C әрпін басамыз ағылшынша. Сөзді центровать етіп береді. Келесі мынандай нәрсе бар. Мысалы мен интернеттен бір текст алдым. Мынадан бүйтіп выделять етіп алдым да, мына копировать етем. Копировать етіп, мына жаққа салсам, мынандай жасау үшін, мына мен текстті бірден бүйтіп бөле салмайым. Бүйтіп белгілеп, Ctrl-V-ны бассам, байқап отқандарыңыздай, қазір. Міне ол барлығын алып кетеді. Шет жағына кете береді, шексіздікке. Ол үшін ондай жасалмау үшін бізге белгілі бір жерге ғана істегіміз келсе, біз текстовый конверт жасап аламыз. Міне текстін басамыз да, мышканы басып тұрып жібереміз. Сосын Ctrl-V-ны басамыз, ішіне болды салды. Бағана біз алдында өткен кезде текстін бір рет басып жібере салатынбыз. Сол кезде бегундық шығады. Ал мынау текстін мышканы басып тұрып жібермейміз. Басып тұрып керек жерге әкелген соң жібере саламыз, осындай форма шығады. Бұны біз қарап отқандарыңыздай міне үлкейтіп, енін ұлғайтып кішірейтсек те, ол ішіндегі текстер өзгермейді, тек қана орындар ауыстырады. Міне оған шрифттің размерін үлкейтейік. Ол егер де бүйтіп көрінбей қалса, мынандай бүйтіп кетіп қалса, наоборот төмен жағын сызықты бассаңыздар астына шығады. Міне қайтадан 12-ші шрифтқа өзгертейік. Енді бұл жерде де бағанағы үйренгендей, белгілі бір рет бассаңыздар, мына жерде шығады текстіні сол жақпен, оң жақпен, центрмен, міне көріп отырсыздар. Мынау сол жақпен, мынау центровка, мынау полный жаңағы жан жаққа поширение ені бойынша толтырып береді. Кітап жазғанда осыны қолданады көбінесе кітапқа тексттер керек кезде. Енді
бір ертегілерде байқағандар бұрын байқайтын шығарсыздар, мынандай бір главный бір әрпі шығып тұрады. Ондай шығатын кезде мынаны басасыздар, керекті бірінші әрпін аласыздар абзацта мысалы, және мына жерде басқан кезде, белгілеген кезде өзі шығып тұрады, буквица деп аталады. Ctrl-Shift-D әрпін бассаңызда бірден шығады. Міне, болмаса мына жерде өзіңіз белгісіз тұр, осыны басасыздар. Міне, керекті жерде мына жерден де мынаны белгілеп, абзацтан келген әріпті бассаңыздар, міне, буквица дейді. Және келесі, мысалы біздер неше түрлі пішіндер болады, соның бойына ішіне текст салғымыз келсе, мынандай шеңбер салып аламыз. Мысалға шеңбер деп айтайық. Және бағана бір текстімізді аламыз ғой, мына жерде текст болып келсе бізге. Мынаның ішіне қалай енгіземіз? Ол үшін мына текстін белгілеп, мышканың сол жағы емес, оң жағын басамыз. Оң жағын басып тұрып, мына шеңберге әкелеміз де жібере саламыз. Сол кезде поместить контейнер дейді, сосын вставить текст дейді. Біз аламыз да вставить текстті басамыз. Міне, көріп отырсыздар ғой. Барлығы кіріп тұр. Енді тағы бір рет ауаға бір рет басасыздар, бүйтіп бассаңыздар, екі рет бассаңыздар, мына жерде размерін шрифт өзгеріп тұрады. Мынаны аламыз да 8 дейік. Текст сыймай қалған екен. Қайтадан Ctrl-A-ны басамыз да, мынаны бүйтіп белгілеп отырғанша Ctrl-A-ны бассаңыз, барлығын белгілеп береді. Шрифттің размерін өзгертеді. Міне 10 дейік. 10 десек сияды екен. Енді бұны үйрендіңіздер. Бұл жерде мынандай формада болуы мүмкін. Қазір үлкейтейін. Үшбұрышты да осыны аласыздар, үшбұрышты белгілеп, оң жағымен басып тұрып, үшбұрышқа келсеңіздер, вставить текст міне. Көріп отырсыздар ма? Енді екі рет бассаңыздар өзгертілетін болады. Міне поощрениені бассаңыздар, көрдіңіздер, шеңбердің бойымен бізге тура бірдей қылып шығарып береді. Міне пирамида болып шықты. Енді бізге шеңбердің сызықтың бойымен жазу керек, мынандай қылып. Оны не істейміз? Ол үшін тағы бір текст сызып алайық. Тағы бір шеңбер сызып алайық. Және біздің ертең мәтініміз бар. Текст деп кеттік қой. Мына негізінде мәтін ғой қазақша. Міне осы мәтінді алайық та. Мына шеңбердің бойымен, ішіне емес, бойымен домалақ қылып келтірейік. Ол үшін біз деген текстқа кіреміз. Міне текст вдоль пути дейді. Осын басасыздар да керек жерге әкелесіздер. Міне болмаса екінші бір әдісі, жаңағындай текстін белгілейсіздер да, бұны әкеліп, шеңберге әкелсеңіздер, тура сол сөз шығады. Текст вдоль кривой дейді. Міне осыны бассаңыздар болады. Болмаса жаңағы айтқандай текстің ішіне кіріп, текст вдоль пути дейді. Осыны бассаңыз болады. Міне алып таңдап отырасыздар. Міне енді осыны мына жаққа дейін шеңбердің бойымен толық жазу үшін мына төрт бұрыштамаларын тастаңыздар. Міне көріп отырсыздар ғой. Мәтіннің размері, көлемі үлкейеді. Бұндай әдісті көбінесе мөр жасағанға, печать соған қолдануға болады. Соған қолданылады да ол. Міне. Ал енді текстімізді, мәтінімізді сызықтың бойына қою. Яғни кез келген қисық сызық болсын, анда иірілең деген сызық болсын, осының бойына қою үшін тағы да жаңа текст алайын мәтіннің басына. Осында көшіріп алдым. Көшірген соң, оны мен бір рет белгілеймін да, жаңағын алып келем осында. Көшірге әкелген кезде шығады. Жаңа текст вдоль кривой деген. Көрдіңіздер ғой? Мышканың оң жағымен тартып жатырмын. Тағы да паузаға қойып, өздеріңіз бір түрде істеп көріңіздер бұны. Міне. Көрдіңіздер ғой? Тартсаңыздар, сызықтың бойымен жүре береді текст. Егер де мынандай болып жатса, көрдіңіздер ғой, әрпі сыймай қалды. Ол үшін кішкене кішірейтіңіз текстіңізді, сол кезде сыяды. Әне барлығы сыйып тұр. Қысқаша Corel'дағы мәтін туралы осы ақпарат, бұның барлығын дизайнға қолдануға болады. Мынаны ұмытып бара жатыр екен. Мысалы, мына логотип. Өздеріңіз білесіздер нең логотип екенін. Мына жерде, мысалы, С әрпін бассаңыздар, осындай әріп шығады. Және бұны бұлай қарай зеркальтетеміз. Ол үшін біз мынаны көшірейік. Мынаны контролды басып тұрасыздар да, оң жаққа апарасыздар. Қарамарш жағына қарай апарасыздар. Тартасаңыздар, көшіресіздер бұны. Көшіруді білесіздер ғой.
мына мышканы сол жағын басып тұрып оң жағын бірден жібермей сол жағын басып тұрып оң жағын бассаңыздар көшіріп береді. Я болмаса Ctrl-C, Ctrl-V, сосын барып мына жерде зеркалить дейді, міне осыны бассаңыздар міне алып келеді. Сосын кішкене жаза саласыздар, сол кезде сіздерде мынандай логотип шыға келеді. Ctrl-G сгруппировать етіп топтастырамыз. Міне қарапайым тексттерден осындай логотип құруға болады. Жалпы текстпен осылай жұмыс істейді. Сіздерге ұнаса лайк басыңыздар және бір-біріңізге таратып отырыңыздар. Пайдалы болсын сіздерге. Жақсы сау болыңыздар.